Барлықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар? Ендеше Гүлденген әлем сіздерге сәлем деп қоясың ба деп. Сөзің қайда, сөзін білмеймін деп. Үйде азаннан кешке дейін бір компьютердің алдында телміріп отыра беріп, миың кеуіп кетпеді ме? Немесе көзің көрмей қалады ғой сен баланың деген сөздер таныс па? Ендеше осы бір қызық тақырыпқа бір зерттеу жүргізген болатынмын. Соның нәтижесінде қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Гүлденген әлем сіздерге сәлем. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз жалпы кімдер туралы деп отырған шығарсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз геймерлер туралы. Жалпы геймер деген кім, не үшін бұл тақырып қызықты деген, жалпы геймерлер деген кім? Геймерлер деген аты айтып тұрғандай, гейм ағылшын тілінен айтып отыр ғой, ойын ойнаушылар. Яғни солар ақылды ма или ақымақ па? Солар дана ма, дана емес па? Солардың қазір қасиеттерін бірге зерттейтін боламыз. Ендеше сіздермен бірден бір қызықты фактпен бастағым келіп тұр. Жалпы елестетіңізші, Құдай сақтасын, бірақ сіз ота жасатайын деп жатсыз. Белгілі бір себептермен ота жасайтын адам, хирург, сол күні таңға дейін Counter-Strike ойнап, Free Fire ойнады десем сенесіз ба? Ал бірақ ғалымдардың зерттеу бойынша бұл қуантарлық жаңалық екен. Неге? Өйткені аптасына 3 сағат ойынға уақытын бөліп ойнайтын 3-ақ сағат. Естеріңізде сақтаңыздар, 3-ақ сағат. Counter-Strike немесе сол сияқты экшн ойындар ойнайтын хирургтар ота барысында 37%-ға, қасындағы әріптестерден 37%-ға аз қателік жасайды екен. Және оларға осылай жұмыс жасау бір өзінің оң септігін алып келіп тигізеді екен. Өте қызықты факт. Одан да бөлек бізде неше түрлі факттар бар. Қазір сіздерге оның екіншісін айтатын боламыз. Екінші қызықты факт ол Супер Марио деп айтылады. Яғни Марио факты бұл жерде ғалымдар зерттеу жүргізген кезінде олар адамдарды 2 топқа бөлген екен. Яғни соларға 2 ай бойы Супер Марио деген ойынды ойнауға кеңес береді. Нәтижесінде олардың басын МРТ-ға түсірген кезде олардың басындағы какой-то оң жақ бөлігіндегі бөліктері ұлғая түскен. Яғни олардың ақпаратты қабылдауы жылдамырақ болып есептеледі екен. Яғни сіз ойын ойнаған кезде сіздің миыңыз кәдімгі бицепс сияқты өсеткен ойлаңыздаршы. Бұл кәдімгі миға тренажерный зал сияқты көмектеседі. Келесі кезектегі қызықты ақпараттардың бірі ол реакция. Неге? Өйткені экшн ойындарды көп ойнайтын геймерлердің миы 25%-ға жылдамырақ жұмыс істейді екен. Бұл дегеніміз мысал ретінде алып қарайықшы, көшеде кетіп баратсың, көлікпен за рулем кетіп баратыр, и алдынан резко встречный бір машина шығып қалатын болса, олар геймерлердің миы автопилотты сразу қойып үлгереді екен. Яғни олар артық емес нәрселерді шығарып тастайды да, милары кәдімгі сүзгі сияқты фильтрдан өткізіп, артық емес нәрселерді алып тастап, керек нәрселермен ғана жұмыс жақсы жасайды екен. Әрине, бірақ деген нәрсе бар. Неге? Өйткені барлық нәрсенің жақсы жағы да, жаман жағы да болып қарастырылады. Сол сияқты, бірақ баланс ұстау керексіз. Мен сізге қазір сабағыңызды тастап, ойбай 24-те 7 ойын ойна, экшн ойындар ойна, миың жақсы жұмыс істейді деп айтып отқан жоқ. Зерттеуші ретінде сіздерге айтарым, бұл ойынды сіздер өміріңіздің мәні ретінде емес, тек қана бір жаттығу ретінде, өзіңізге пайдасы тиетін нәрсе ретінде ғана қабылдасаңыздар деймін. Сонымен подкаст соңында сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы геймерлер ақылды ма? Сіздердің ойларыңызша? Иә, мен айтайын. Иә, олар өте ақылды, өйткені олардың миы ақпаратты, қазіргі заманауи ақпараттарды өңдеуге өте икемді болып келеді екен. Сол үшін ендігі жолы сіздер компьютерде отырған кездеріңізде ойын ойнап, біреу келіп неғылсын десе, осы подкастты көрсетсеңіздер болады, пожалуйста. Бірақ содан кейін сабақ оқуды ұмытпаңыздар. Яғни сабақ бәрінен бірінші орында. Сіздермен бірге болған Әсем. Келесі кездескенше бұдан да қызықты ақпараттарды бірге талқылайтын боламыз. Сау болыңыздар. Чао!